Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Арс. Бүгін біз Roblox ойнайтын боламыз. Бүгін біз Roblox ойында өзіміздің үйімізді салатын боламыз. Яғни бұл үйіміз, 1, 2, 3, 4, 5, 6 үй. Общий 6 үй болатын болады. Мен уже бірінші үйімді салып тастадым. Сіздерге қызық емес деп ойладым, енді күтіп отыру. Ақша жинақ қойдым, ақшамды қараңыздар дейді. Мәссаған 21 миллион 303 мың доллар, өте көп ақша жинақ қойдым ұзақ уақыт бойы. Бірінші үйімді уже бітіріп қойдым, міне салып. Енді осы үйіммен таныстыра кетейін бірінші, сосын екінші үйді сала қоярмыз да. Таныстырайын ендеше, сырт көзден осылай көрінеді. Міне первый лица, так. Ауа райы әдемі болып тұр екен, күн шығып. Каппадокия болып тұр ғой мына жақ. Мынау менің бірінші үйім. Мына жерде 3 место, 5 место, вообще 2 гараж, 3 сыртта тұрады. Таныстыра кетейін мәшіндерімді. Так, мәшін әлі алған жоқпын енді. Тек уақытша тек 2 мәшін алып қойдым. Мынау тегін берді, мынаны. Так, мынау тегін, мынаны сатып алдым. Арзан тұрады енді. Rolls-Royce. Ескі тұрма, сондай мынау японский киенспенцет, сондай бірдеңе, Так, енді мынау главный ход, үйге кіретін жеріміз, кіреміз. Крас бірдеңе дейді, мына жерде динозавр тұр. Так, тіке жүрсек, мына жақта кухня, пицца тұр, кофе тұр, если что. Жеп алсақ болады. Мына жерде жұмыртқа мен бекон жеп таңғы ас ішіп алсақ болады. Так, мына жерде от бар осындай әдемі. Керемет, интерьер үйдің іші әп әдемі ғой. Үшеге отырып демалсақ болады. Так, мына жақта бассейн бар. Бассейнге осылай күн ыссы кезде түсіп аламыз. Мына жерде жатамыз ғой. Осылай отырамыз. Қалай, әдем болып тұр ма? Окей, келесі мына жақтан осылай кіруге болады. Так. Мына жақта үйдің іші арқылы осылай гаражға кететін жол бар. Екінші этажға көтерілетін болсақ, мынандай люстра бар, өте әдемі. Екінші этажда, так, мына жақта мынандай вид бар, мынау көршіміз. Мына жақта теннис алаңы бар. Мына жақта душ, ванна, мына жақта гардероб, киімдерімізді киеміз. Так, енді мына жақта балкон, шығамыз, бай. Мына жаңағы сатқо. Тоже демалатын жер, көрсетпей қойын. Картинка бар, өте әдемі. Мынау спальный, қонақтарға арналған спальный сияқты. Мынау душевой. Тоже мына жерге бүйтіп отырып алып. Жақсы. Так. Мынау менің өзімнің комнатам. Мына жерде ұйықтаймыз. Мына жерде киім киеміз. Мына жерде компьютер ойнап видео түсіреміз ғой, достар. Телевизор көреміз. Осылай. Так, мына жақ все болды. Енді крышаны көрсете кетейін. Мына жер өте әдемі болып жасалған. Так, крыша. Міне крышамызды өте әдемі, демалатын орын. Достарыңыз шақырып алып, демалуға өте керемет жер. Мына жерде отырып қойып, тамақ ішіп. Еще менде вертолет бар, достар. $1 миллион сатып алған. Фак. Қалай. Осылай ұшып жүре берсек болады. Енді дәл қазір ұшпай қойын, кейін көрсетерім. Дауысы қатты шығып тұр екен. Еще қатып кетті ғой. Ничего. Так, енді біз енді сіздерге подвалды нулевой этажды көрсетейін. Отырып қойырды қайта. Міне нулевой. Вот, мынау жер ұнайды енді маған. Мынау мен кубоктарым. И мына жақ тоже душевой. Мына жер. Қолымыз жуамыз, суға түсеміз. Так, мына жақта PlayStation ойнаймыз.
PlayStation 5 ойнап, FIFA, UFC ұнатасыздар ма достар? Сіздер де PlayStation ойнағанды жаза кетіңіздер. Так, мына жерде 3 картинка әртүрлі цветпен. Мына жақта жаттау істейміз, тренка. Мына жерде ойбай. Короче, осындай. Мына жерде тоже демалыс орны. Мына жақта сыртқа шықсақ болады. Так, еще бой. Мына жаққа кіріп кетсек болады екен. Так, енді мына жақта пианино, істемейтін пианино. Мына жақта домашний кинотеатр. Өте жақсы. Так, неше адам мынау? 3, 4, 5, 10 адамға. Мына жақта ойын алаңы. Мына жерде телевизор көреміз. Короче, мына жерде ойнаймыз. Все. Так, болған сияқты. Мына жерде боулинг бар, боулинг. Тарс уақыттырамыз. Ұшып барып бүйтіп құлайды ғой, короче. Все. Бірінші үйімізбен таныстық деп ойлаймын. Полный. Так, енді екінші үйімізді әлі салған жоқпын, салып бастау керек еді. Мен гаражымда көліктердің тұра берсін. Мына жерден ақшаны міне осы жерден жинайтын боламыз. Так. Бірінші үймен таныстық достар, ендеше екінші үйімізді салайық, сіздермен бірге отырып салайық, бастайық. Так, екінші үйімізге қалай барамыз? Мынаны басамыз. Екінші үйді ашу үшін екінші уровень уже $1 миллион керек. Бізде $22 миллион бар. Ничего. Сатып аламыз. Кеттік. О, е-мая, пустой достар. Өше пустой жерден бастап үлкен үй салып көрсетемін ғой, короче, сіздерге. Кеттік, ендеше бастайық. О, уже территория дайын. Так, мына жақта мына өте үлкен үй сияқты. Мәссаған. О, ағаштар уже. Тағы бір ағаш. Ой, бастайын ба дінзет ол? Үстінде жүр ғой, ішіне түспейді. Тағы ағаш, тағы бір ағаш. Так. О, мәссаған өте үлкен үй болатын сияқты. Мына территорияның өзі өте үлкен ғой достар, қараңыздаршы. Так. Мына жақта терезе, стена. Жерде есік қой да. Есік салынды. Так, ой. Енді біз мына жаққа не салады екенбіз? Так, лифт. Ой. Қуып кеттім да. Так, мына пальма. О, уже бір шама жақсы оқып болыпты. Так, пальма деп ойлап едім. Шөптер ма, короче, сондай. Так, терезе, есік, терезе. Ағылшынша түсінетін болсаңыздар, жазып тұрады, міне. Kitchen, Silving дейді, он зет. Мына жер стол шығады мысалы. Міне, кофе дейді. Короче, так, мына жерде. О, енді мынаны салайық. Plants дейді. Room, big. О, өте әдемі да достар, қараңыздар. Диванда әдемі, столдарда әдемі. О, әдемі болды уже. Так, енді plants. Көрші үйдің көліктері ау деймін жүргенде. Мәссана, көршінің үйін қараңыздар достар. Е-мая, секіріп кетіппін ғой. Көршінің үйін қарайым деп. Міне достар. Так, менің сауатқа үйім осындай ма, елі басқа ма? Мынау мен жаңағы менің екен ғой, бірінші уровень. Біз уже екінші уровеннің үйін салып жатырық. Үстіне мен алайық қазір. Так. Үстіне міндік, енді мына жаққа жалғастырайық. Так, мына жерге терезе, есік. О, жуындық дейді. Өте әдемі екен мына үйдің іші де.
Так. Еще бізде мына жерден қарауға болады, неше процент бітті. Уже үйдің 12% үй бітті. Ар жағы, так, 78% қалды ма? Или 88 екен ғой да. Мына жақта ештеңе жоқ па әлі? Осылай бір қарап алсақ болады. О, кухня көп емес па? Жаңа ар жаққа да салып едік қой да. Мына жерге есік па? Жоқ. Осы жерді бітіріп алайықшы. О, әдем болды. О, аквариум. Ішінде балықтар шығады. Вау. Керемет. О, пианино үстін басып кеттік. Бұл донат тұрады. Бізге бұл керек емес. Так, офис дейді. О, мына жер ұнап тұрмаған что-то. Енді болды ма? Үйдің іші бітті ма? Ар жақта бар екен. Так. Kitchen. Мәссаған, үйдің іші бәрі кухня алып кеткен жоқ па? Что-то непонятно. Туалет дейді. О, кішкентай ғана туалет екен. Так. Енді сыртқа шығайық біз. Мына жерден шыға аламыз ба? Иә, шыға алады екенбіз. Вау. Все. Әдем болып жатыр уже. Мәссаған. Так, мынау не? Гүл. Ой, жолма анау. Мынау типа склад па. Короче, времянка ма, бірдеңе ғой. Или демалатын орын ба екен тоже. Так, вау. Мына жерге коуч дейма, не дейді? Ой, мына отырға берді ғой, шарша отырға дейм. Телевизор. Так. Болды ма? Мына жерге есік салып тастайық. Жарық. Вау, өте әдем болып жатыр. Так, енді мына жаққа да есік салып тастайық. Вроде все. Біткен сияқты. Енді мына жерде мәссаған қатып кетті ма? Неге? О, жарық. Что-то қатып отырған секілді да. Жарықтандырып жатырық. Так, енді мына жерге зато мынау. Мына жерге гүл қоямыз. Так, все. Енді ең жақын жер үйдің ішінде мына жақта бар екен. Мына жақта бітіріп тастаймыз ба? Жарық. Так, мияқта да жарық қоюымыз керек секілді. Қай жағын, міне. О, өте әдем болып жатыр, жарық қойып. Мына жақ қашан істейді екенбіз, әлі істемейміз ба? Так. Жарық. Үйдің іші уже жап-жарық әдем болып қалды. Вау. Мәссаған, күн сәулесі кәдімгі әдем болып түсіп тұр. Мына жерге люстра, жарық. Вау. Өте керемет екен мына үйдің іші. О, уже нөлевой этаж істеп жатырық. Так, енді есіктің алдына бірдеңелер пайда болыпты, тоже жарық сияқты. О, мына жерде уже менің ойымша мәшіндер тұратын тұрақ болатын сияқты. 4 орын тұрған. Вау. Екінші этаж. Так, әлі ерте о жаққа баруға. Мына жаққа ашылды ма? О, бәсе, ашылыпты. Фак. О, мәссаған. Уже нөлевой этаж бастап жатырық. Стеналарды салып бастай берейік. Өте керемет. Мынау гараж ғой да, иә, гараж екен. Так, мына жерге инструменттер, көлік жөндейтін. Уже мына жерге орындар жасап жатырық. Так, енді мына жақтарды істеп тастайық тез.
картинка бар. Мына жер. Вау. Мынандай гаражың болса арман ғой да достар. Осындай үй болса керемет. Ішінде барлығы бар ғой да. Так, мынау. Ой, отырып алды қайдадан. Сол баяғы әдетіне. Так, мына жер спорт зал типа. Есік. Мына жер гүлдер отырғызамыз. Гүл. Так, баскетболный зал типа. Вау. Өтті әдем болып қалған сияқты. О. Все. Астында бірдеңе тұр мына жақта. Барамыз ба? Барып кетейік. Низат екен. Все, понял. Так, енді. Саған өтті әдем болды уже. Так, енді неққа есік салып тастайық. Ашамыз, кіреміз, спорт зал, жарық қоямыз. Ой, сыртқа тағы шығу керек болды ма не? Так, енді сыртқа жарық қойдық. Болған сияқты вроде да. Мына бүйтіп бассақ, подсказка айтады өзі қай жерге бару керек екен. Все. Тынк. Болды, бізге подсказка ары қарай керек емес сияқты. Мына жақтарды жасай берсек болады. Терезе. Ой, мынау гараждың орны екен ғой. Мына жаққа тағы терезе. Гараждың есігі мына жақта че. Бұл жерде демалыс орны сияқты бар. Тік. Ойын автоматы қойылды. Так, енді не істейміз. Так. Ой, мынау отыра беретініз. Мынау картинкада. Так, мына жаққа кинотеатрымыз салып тастайық. Кинотеатрымыз. Вау! Өте керемет. Мынау ойын. Roblox ойын сияқты. Жарық береміз. Вообще әдем болды ғой. Ема. Мынандай бөлме болса үйдің ішінде да отырып бүйтіп жатып алып кино көретін. Так, енді мына жақты бітіріп тастайық. Картина. Бітпейтін картина. Телевизор. Барлық жерде осыны көрсете ма? Қалай. Так, жарық. Все. Так, енді болған сияқты. Нулевой этаж менің ойымша біткен сияқты. Так. Енді екінші қабатқа көтерілсек. Екінші қабатта бізде так үйдің ішіне керек. Мына жақтан кіреді екен ғой. Есіктер өте көп. Шатасасың мынандай үйде. Так, мына жерге. Жоғарғы этажда. Так. Сыртта не бар? Мына жақты ашамыз. Мына жақты бітіріп тастайық енді. Soft дейді. Алыстан бір көрсетіп жіберейін міне. Өте уже әдемі болып жатыр. Так, енді екінші этажға барамыз қазір. Kitchen дейді. Мына жерде бай отырып алып стейк пісіріп қойып. Так. Енді мына жақта мынау не? Паркинг бәсе, маған айттым ғой. 4 орын деп ойлап едім. 3 орын екен. Все, по идее. Екінші қабатқа көтерілейік. Так.
Бізде екінші қабатта ештеңе жоқ әлі. Бастаймыз. Фык. Мынау балкон сияқты да. Есік. Балкон сияқты мынау. Біз вообще мынаны салуымыз керек екен ғой. Все. Так, фык. Тез салып тастаймыз мына жақтарды. Бізде ақша көп. Мәсән уже 13 миллионға болған ғой. Уже азайып жатыр. Так. Мына жақты саламыз. Мына жақта не бар? Терезе. Әдемі. Мына жерде жеке комнаттың балконы бар екен. Так. Мәсән. Телевизор қоямыз. Так, мына жақта. Әдем болды. Так, достар, каналға жазылып, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Каналдың сіздер лайк бассаңыздар, до конца көрсеңіздер, просмотрда көбейеді. Сондықтан лайк басып, видео көріп, каналға жазылып кетіңіздер. Мына жерге есік. Так. Болды ма не? Мына жоқ. Картина. Барлық жер картина болып кетті, короче. Терезе. Кровать. Мынау менің бөлмем сияқты да. Компьютер тұрған. Компьютерге отырып тұр ғой, тек ойнағысы келіп отыр ғой деймін да. Фык. Гардеробтан, то есть уборный, да. Есік салмаймыз ба не? Бәсе. Мына жаққа да есік саламыз. Все, бітті. Так, мына жақта не комнат? Ё-моё. Үйіміз өте үлкен сияқты ғой да, бітпей жатыр ғой да табан. Терезе, төсек, телевизор, мынау қонақ бөлме сияқты ғой. Картинка. Туалет. Суат саламыз. Есік. Так, мынау болды. Енді мына жаққа. Терезе, есік. Так, мына жақта. Ақшамыз уже 9 миллион 800 мың қалыпты. Мәсән, неше процент болды екен үй? Мәсән, 75% үйіміз бітіп қалыпты. Жақсы. Сонда мына үйге примерно бір 20 миллион кетейін деп тұр ғой да. Одан да көп кетуі мүмкін даже. Видео басында қанша болды достар бізде? 22 миллион болды ма? Примерно сондай болды ғой. Үйді бітіреміз дегенше мына 9 миллионда бітетін сияқты чөт. Так, терезе, туалет, есік, все по идее, да. Есік. Енді мына жер тереземізді қоямыз. Мына видеода ең көп айтылып жатқан сөз терезе, есік деген сияқты ғой да. Так. Мына бітті ма не? Жақсы. Есік. Мәсән, онжат гольф алаңы ма? Так. Мына жер. Тағы мына жаққа бірден қою керек екен ғой. Ой, мынау не істеп отыр, әр жерге бір шығарып. Примерно осы жерге бой қойып шығамыз. Болған сияқты. Мына жер не? Так, все.
мына жер болды. Е-мое, тағы ең үстіне крыша. Вау. Мәсі, мынау үйдің ішінде лифт бар, достар, прикинь. Қараңыздар. Короче, бүйтіп басамыз. Нулевой этаж, бірінші этаж, 2, 3. Бізге келді. Короче, үйімізде 3 этажы бар ғой, е-мое, қараңыздар. Керемет қана. Ой, қысып қалдым ғой. Так. Мына жаққа гүлдерімізді қоя берейік. Фык. Мына жақтың барлығы. Мәссаны жататын жер сияқты, демалатын орын. Өте әдемі ғой. Мен көршім жүр машинамен, дауыс шығып жатыр. Так. Мына жақ үстінен қарап тұруға болады. Орын. Крышаның өзі мынандай болса, е-мое. Барлықтарыңызға осындай үлкен әдемі үй бұйырсын, достар. Сол үшін лайк басыңыздар. Арнаға тіркеліңіздер. Так. Мына жерге тоже вертолет. Фык. Ең бұрынғы сатып алып қойған вертолетін шығарып қоямыз осылай. Так, енді неше процент қалды? Мәссаған уже 8, жоқ 7,2% қалған ғой, е-мое. Үйіміз бітіп қалған секілді уже, да? Секіре қоямыз, астына түспей. Жерге жарық қоямыз. Мына жақта не зат ол? Гаражға апаратын жол екен ғой. Айтпақшы, біздің нулевой этажда гаражы бар екен ғой, да? Соған әкелетін жол. Так, мына жер. Осылай жол салып қоямыз. Біз мияқта бірдеңені ауытып кетіппіз. Есік. Мына жер. Өзімнің кубықтарымды қойып қоям. Самиде куб екен ғой, да? Так. Мына жер. Мәссаған, манағы динозаврды, короче, стенаға жапсырып жатыр ғой. Сурет қоятын еді, неге қоймай жатыр? Бәсе. Так, енді жоғарғы этажға барамыз. Вау. Сразу бірнеше сурет іліп тастады ғой, короче, бір бүрлеп жүрмей. Мына жерге есік. Жоғарғы этажға барамыз. Ой. Неше процент қалды? 3% қалды уже. 3-те 1% қалды. Так, жарық. О, 2-де 6% қалды уже. Фык. Астына түсеміз. Секіріп кетеміз. Тағы секіріп кетеміз. О, есік дамыт кетпіз ғой. Ой, мынау не істеп жүр? Астына жоғарға, астына жоғарға. Так. Мына жақта не бар? Мына жақта жарық. Саумбай внимание. Так, мына жақта да жарық. Мына жақта да жарық. Жоқ, жарық. Енді сыртқа шығайық. Так. Видеоның аяқтауына да аз қалыпты, достар. 2, даже 1-де 4% қалды. Мына жақтарға жолымызға әдемі гүлдер егеміз. Пальма. Мына жерге тағы пальма.
тағы пальма, мына жаққа тағы пальма, тағы біреу. Все, бітті ма? Я, достар, е-майо, бітті. Екінші үйіміз бітті, короче. Қазір үстіне өтерлейін. 20 миллион доллар ақша кетті бұл үйдің өзіне. Е-майо, мынаны қараңыздар. Өте үлкен үй. Көліктерімді шығарып қойын. Мына жерге бір көлік шығарамыз. Арзан көліктерімізді. Так. Екінші көлік шығарамыз. Үшінші көлік жоқ, достар, менде көлік сатып алу керек. Бір саряжный спорткар ма или джип па, бір. Комментарийға жаза кетіңіздер, достар, қандай көлік сатып алайын. Айтыңыздар. Мен сіздерге басынан бастап көрсетіп жіберейін. Тез пауза қойып көріп аласыздар ма? Комментарийға жазып жіберіңіздер, келесі видеода қандай көлік алайын. Примерно $1 миллион дейін таңдайтын шығармыз әзірше. Міне, осы көлікке дейін. Осы көліктен бұлай қарай таңдайсыздар ғой, короче, гелик бар, майбах бар, короче. Комментарий жаза кетіңіздер, сол көлікті алам. Так, енді таныстырып кетеміз бе? Мына жерде қанша жиналды екен? Мәсәлән, 2.300.000 жиналыпты. Келесі үйді сатып алу үшін бізге тағы 5 миллион керек болады. Так. Достар, короче, біз видеомызды аяқтайтын сияқтымыз. Себебі біздің видеомыз уже 30 минут болып кеткен. Тағы мына үйді таныстыратын болсам, 40-50 минут болып кететін сияқты. Танысып та керек емес сияқты. Бірге салдық осы үйді, бәрін көрдіңіздер. Көліктерімізді көрдіңіздер. Бір көлік алу керек тағы. Так. Осылай видео аяқталады, достар. Келесі бөлімді күтетін болсаңыздар, лайк қосыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Сіздермен бірге болған Арс. Сау болыңыздар.